бейкүнә балалар отыр. Олар ертең түрмеге барса, түрмені білесіңдер ғой. Қандай тәрбие, түрмеде қандай тәрбие алады? Кім болып шығады? Ол ертең қылмыскер болып шығады. Ол ертең баскетші болып шығады. Міне мен сол көріп, жүрегім қатты ауырады. Түрменің ішінде бейкүнә балалар отыр, бейкүнә. 17-18 жастағы. Бәрі қаңтарға байланысты, е? Қаңтарға байланысты. Қаңтарға байланысты отыр. Жастар көп. Жазығы жоқ азаматтар, балалар көп. Жазығы жоқ азаматтар отыр. Көбісі кесіліп те жатыр, көптеген жағдайлар болып жатыр, бірақ оны шығарттырмай жатыр. Кейін сұрасаңыздар айтып береді. Балалар жазығы жоқ азаматтар мойнына осындай бандитизм, тағы басқа деген бәрі балалар, яғни осындай елге алаңдаумен отыр. Бірақ оларда біздікінде қоғамы жоқты, сондықтан амалсыздан олар не айтады, яғни прокуратура соған көніп амалсыздан иә деп отыр. Бірақ азаматтар қаңтарға байланысты өте көп. Осыны ақпаратты көбірек шығарса